Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум, қымбатты аға бауыр, әпке қарындас, құрметті көрермендер. Жаратқан ием баршаңызға өзі жар болсын. Қасиетті Рамазан айының алғашқы күнінен бастап бірігіп атқарар амалымыз Алла тағалаға жақындатар ең ұлы құлшылықтардан болсын. Десек те, бүгінгі атқарылуға өте жеңіл амал. Бұл амалда үлкен ләззат және жүрекке қуаныш ұялатар ұлықтық бар. Сондай-ақ көптеген қажеттіліктеріміздің өтелуінің де кілті осында. Ол пайғамбарымызға салауат жолдау амалы. Құрметті бауырым, сіз білесіз бе? Әлемдердің Раббысы ұлы Алла. Көктер мен жердегі бүкіл билік уысында болған Алла. Ұлықтық пен үстемдіктің иесі Алла. Біз бен сіздің пайғамбарымызға салауат жолдайды. Және 7 қат көктегі күллі періштелері де оған салауат жолдайды. Міне, осы ақиқаттарды Құран арқылы біздерге білдірген соң, Алла тағала біздердің де ардақты Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәлләм салауат айтуымызды бұйырады. Қасиетті Құранның Әл-Ахзаб сүресі 56 аятында расында Алла ең сүйікті құлы, пайғамбарлардың ең ардақтысы Мұхаммед пайғамбарға үнемі шексіз нығметі мен рахымын төгіп, күннен күнге мерейін өсіруде. Ал оның періштелері болса, ол үшін үнемі игі тілек дұға етуде. Уа мүміндер, ендеше сендерде оған шын жүректен салауат айтып, құрметпен сәлем жолдаңдар деп бұйырады. Егер Раббымыздан осы амалдың сырын сұрар болсақ, не үшін айтуымыз керек салауат деп? Егер ардақты Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлләм жіберілмегенде, адамдар пұтқа табынып, Раббысынан алыстап, бір-бірлерін жазықсыз өлтіріп, жердің бетінде бүлік көбейер еді. Тіпті басым көпшілігі әзәзіл шайтандарға табынып кетер еді. Алла тағала осы ақиқатты паш етіп, Құранда: «Уа Мұхаммед, біз сені күллі әлемге, бүкіл жаратылысқа теңдесі жоқ рахым ретінде ғана жібердік» дейді. Оған тарих куә. Сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм өмір жолына назар аударатын болсақ, қаншама мәрте мүшіріктер тарапынан сөгіс алғандығын, өтірікке шығарылғандығын, қиналғандығын, намаз сәтінде мойнына түйенің нәжісі төгілгендігін, Таиф сапарында атқылаған тастан мүбәрәк басы жарылып, аққан қаны жерге тамғандығын байқайсың. Сол сәтте оның саллаллаху алейхи уәсәлләм сөзі: «Я Алла, қауымымды кешіре көрші. Олар ақиқатты танымаған, білмейтіндер ғой» деп Раббысынан оларға жарылқау тілеген еді. Қасиетті Құранның Тәуба сүресінің 128 аятында: «Сендерге өз араларыңнан, яғни араларыңда туып өскен хақ пайғамбар келді. Оның сендерге жанашырлығы соншалық азапқа немесе қиын жағдайға душар болғандарың былай тұрсын. Тіпті болмашы бір қиындыққа тап болып қалғандықтарының өзі оған өте ауыр тиіп, жанына қатты батады. Ол сендерге тым ынтық, өте ынтызар болғандықтан сендер үшін қатты қорқады. Сендерді ойлап көп уайым жейді. Әрі мүміндерге сондай жанашыр, өте мейірімді делінген». Ол ардақты Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм бізден талап етер ақысы оған арнап ертелі кеш сәлем мен салауат жолдауымыз. Бірде пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уәсәлләм бір адам келіп сұрайды: «Я Алла елшісі, мен дұғамның қаншасын сізге салауат айтуыммен атқаруым қажет» дейді. Әрбір дұға сәтінде пайғамбарымызға салауат жолдау сүннет амалы. Егер дұғамның 1/3 арнасам дейді, ол қалауың білсін деді. Ал егер дұғамның жартысын сізге салауат айтуға арнасам, ал қалған жартысында Алладан қажетімді сұрасам дейді ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм қалауың білсін деді. Сонда әлгі адам: «Егер барлық дұғамды тек қана сізге салауат айтумен аяқтасам бола ма?» деді. Ол саллаллаху алейхи уәсәлләм: «Егер дәл осылай жасар болсаң,
сұрауға ниет еткен тілегің қабыл боп, уайымың толықтай сейілетін болады дейді. Яғни бұл дұғамыздың қабыл болуының төте жолы іспеттес. Құрметті бауырым, әрқашан күніңіздің бір бөлігінде Алла елшісіне салауат пен сәлем жолдауға арнаңыз. Рамазан уақытында салауатты тіптен көбейтіп жібер. Сонда өміріңнің қалай өзгергеніне көзің жететін болады. Істеріңнің жеңілдеп, кеуден қуанышқа толғандығын байқайсың. Кім егер күніге Алла елшісіне саллаллаху алейхи уәсәлләм салауат жолдар болса, қиямет күні пайғамбарымыздың шапағаты рұқсат етілетін болады. Яғни Раббымыз Алланың құзырындағы есептен кейін оның саллаллаху алейхи уәсәлләм шапағатына қол жеткізетін боламыз. Ол күні бүкіл елшілер өзім деп тұрған сәтте бізбен сіздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлләм үлкен шапағатқа рұқсат алады. Раббысының құзырына сәждеге жығылып, Аллаға мақтаулар айтып, басын көтерген сәтінде Раббым, үмбетім деп біздердің халіміздің жақсы болуын сұрайды. Міне, сондықтан да ардақты Алла елшісінің саллаллаху алейхи уәсәлләм есімін ести тұра оған салауат айтпаған жан ең сараң адам жер бетіндегі. Я бауырым, сахи хабарларға сүйенер болсақ, бізбен сіздің салауаттарымыз бен сәлемдеріміз Алла елшісіне жеткізіліп, ол біздерге жауап қайтаратын болады. Алла тағала қиямет күні баршамызды оның, яғни пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәлләм жанында жиналуымызды нәсіп етсін.